Бүгін понедельник, бірақ аса қамқор ерекше жұмыс көп. Жұмыс бастан асып жатыр. Балаларды сабақтан алып, бүгін құстарға жем беруге келдік. Қазір жемімізді шығарамыз. Бірақ жұмыс көп екен деп, қайырымдылықты да ұмытуға болмайды. Қандай керемет. Давай. Давай, шаша бер. Ой, молодец. О, бәрі аш болып қалған екен, қара. Көп-көптен шашындар тез-тезден. Екеуінде екеу, өзінде де бар, тоже. Алысқа қарай да шашындар, я? Балаларды қайырымдылыққа, мейірімді болуға үйрету. Бәрі аш болып қалған екен. Қыстың күні бұларға тамақ табу кішкене қиынырақ болады соған. Ал? Медина, енді мына жақпен жүгір, ана жаққа барып шаш, саған барады барлығы. Шашын давай, барат сосын сендерге. Әне! Әне! Осындай тары жармасы деген алдық. 300 теңге тұрады. Шыны. Үшеуміз алып алдық, үшеу. Бізде Ақтауда осындай керемет қолға үйретілген, почти адамға үйренген құстар бар. Кептерлер. Сол кептерлерге адамдар осылай постоянно қысы-жазы тамақ беріп тұрады. Алла тағала ешкімнің ризығын ұмытпаған, ұмытпайды да. Күнде кемі бір адам келіп осылай тамақ беріп тұрады құстарға. Так, шымшықтар да келіп жатыр екен. О, мына жақтан тағы келіп жатыр. Мына кептерлер шымшықтарға жегізбей тұр. Мына жаққа қарай шашып жатырмын, сол үшін. Өте керемет. Ауа райы бүгін салқын.